Тұрсынбек Қабатов жайлы ел естімеген шындықтар жария болды. Белгілі әзілкештің басына ауыр операция жасалды деген ақпарат тарап жатыр. Ал бұған қоса отбасылық жағдайына байланысты болған көптеген өзгерістер халықты таң қалдырды. Неге әйгілі әзілкеш көптен бері сахнада көрінбей жүр? Ажырасу туралы сыбыстар рас па? Жақын достары мен әріптестері не дейді? Бәрінен де осы бейнеде тарқатамыз. Шындық көпке шыдас бере ме? Тек соңына дейін көріңіз. Жуырда әлеуметтік желілерде Тұрсынбек Қабатовтың басына операция жасалды деген ақпарат тарады. Бұл хабар жанкүйерлерін дүр сілкіндірді. Достары мен әріптестері әзірге толық ақпарат бермесе де, кейбір дереккөздер операция сәтті өткенін айтады. Дегенмен операцияның себебі мен қаншалықты ауыр болғанын әзірге құпия. Тұрсынбек Қабатов пен жары Мөлдір Мұхан қазақ шоу-бизнесіндегі үлгілі жұптардың бірі болып саналып келген. Алайда соңғы айларда екеуінің бірге көрінуі сиреді. Ортада не болды? Жақын таныстары олардың арасын салқындағанын байқаған. Бір дереккөз бұл жай ғана уақытша суығандық, бәрі орнына келеді десе, басқа біреулер ажырасу процесі басталып кеткенін мәлімдейді. Желі қолданушылары бұл жаңалықты түрліше қабылдады. Бірі Тұрсынбектің жеке өміріне қол сұқпауға шақырса, енді бірі дәл қазір оның жағдайын білуге тырысуда. Кейбір жанкүйерлер тіпті арнайы дұға жасағанын жазып жатыр. Тұрсынбек Қабатов бұл қауесеттерге әзірге жауап берген жоқ. Бәлкім ол уақыттың бәрін емделуге және жеке мәселелерін шешуге арнап жатқан шығар. Бірақ халықтың күдігі артпаса, басылар емес. Бұл бір отбасының жеке өмірі ме, әлде бүкіл елді алаңдатқан оқиға ма? Тұрсынбек сахнаға қайта оралып, бар шындықты өзі айта ма? Уақыт көрсетеді. Біз барлық жаңа мәліметтерді назарда ұстаймыз. Сіз де бұл оқиға жайлы не ойлайсыз? Пікір қалдырыңыз.